Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы телефон батареясын ұзақ пайдалану жөніндегі 6 кеңес туралы айтатын боламын. Бүгінде көптеген смартфондар литий-ионды және литий-полимерлі аккумуляторлармен жабдықталған. Олардың негізгі проблемасы тозып ескіруінде. Және сіз гаджетті қалай қолдансаңыз да, оның аккумуляторын қайткен күнде де өз сыйымдылығын жоғалтады. Бұл процесті тоқтату мүмкін емес әрине, бірақ оны бәсеңдетуге болады екен. Бірінші кеңес, телефонның батареясын 0%-ға дейін түсірмеңіз. Батареяның қызмет ету мерзімі қайта зарядтау циклінің санына байланысты. Цикл бойынша батарея 100%-ға дейін зарядталады, ал қуаты толық таусылғанда 0%-ға түседі. Орташа алғанда заманауи смартфондардың батареялары осындай 400-500 циклге есептелінген. Содан кейін сыйымдылығының азайғаны айтарлықтай байқала бастайды. Дегенмен батареяны 0-ге дейін өшірмесеңіз, цикл саны әлде қайда жоғары болады. Мұнда зарядтың бітуінің тереңдігі маңызды рөл атқарады. Ол пайызбен өлшенеді және жұмсалған заряд деңгейіне тең. Яғни, егер смартфон батареясының 30%-ын көрсетсе, онда зарядтың бітуінің тереңдігі 70%-ды құрайды. Дәл осы заряд бітуінің тереңдігінің азаюы циклдың көбею санын мүмкіндік береді. Сол сияқты телефонды 100%-ға дейін толығымен зарядтау да батареяның қызмет мерзімін біртіндеп қысқартады. Сондықтан 40-80% зарядты сақтау литий батареялары үшін оңтайлы болып саналады. Екінші кеңес, смартфонды түні бойы зарядтауға болмайды. Смартфонды түні бойы зарядтауға кеңес бермейміз. Мұнда мәселе орынсыз 100% зарядта емес. Сіз арнайы қосымшалар арқылы тек 80%-ға дейін зарядтауды рұқсат етілген режимді орната аласыз. Бірақ бұл сонда да батареяның күйіне кері әсер етеді. Заряд жоғалса да желіге қосылған смартфон оны бірден толтыруға тырысады. Ал бұл процесс түні бойы қайталанып, батареяны демалтпайды. Егер жағдайларға байланысты телефонды түнде зарядтауға мәжбүр болсаңыз, ешқашан гаджетті жастықтың астына қоймаңыз. Себебі ауа ағынының болмауы шамадан тыс қыздыруға әкеліп соқтыруы мүмкін. Ал ол тек батареяның тозуын тездетіп қана қоймайды, сонымен бірге өрт қаупін тудыруы мүмкін. Үшінші кеңес, құрылғыны қыздырмаңыз. Жоғарыда айтылғандай, шамадан тыс қызу батареяға ешқандай жақсылық келмейді. Жоғары температура кезінде батарея сыйымдылығын жоғалтуы айтарлықтай жылдамдайды. Бұл жағдай әсіресе смартфондар күн сәулесінің әсерінен қызғандықтан жаздың ыстығында көп орын алады. Сондай-ақ зарядтау кезінде жылу көздерінің әсер етуі де батареяны құртады. Батарея үшін бұл ең стресстік жағдай. Себебі сыртқы факторлардың әсерінен оны пайдалануға рұқсат етілген ең жоғарғы температура нормадан асып кетуі мүмкін. Ал оның салдары тіпті өрт тұтануға дейін алып келеді. Төртінші кеңес, смартфонды төмен температураларда қолданбаңыз. Смартфонды төмен температурада қолдану ұсынылмайды. Бұл берілетін энергияны қорының азаюына және тиісінше батареяның қуатының таусылуына келеді. Сол себептен де өндірушілер заманауи гаджеттерді көшеде минус температурада қолданбауға кеңес береді. Бесінші кеңес, түпнұсқалы зарядтау құрылғысын қолданыңыз. Басқа гаджеттердің зарядтау құрылғыларын пайдалану да батареяға айтарлықтай зиян тигізуі мүмкін. Әсіресе арзан зарядтау адаптері қауіпті. Мұндай құрылғыларды өте төмен сапалы құрамдас бөліктер болады. Ал олар қажетті ток күшін қамтамасыз ете алмайды, немесе кернеу айырымынан қорғай алмайды. Жылдам зарядтау технологиялары дами бастағалы түпнұсқалы емес зарядтау құрылғысын пайдалану мәселесі барған сайын ушығып барады. Себебі әртүрлі смартфон әртүрлі зарядтау режимін пайдаланады. Сондықтан әртүрлі смартфон өзінің адаптері мен кабелін талап еткендіктен телефондарды өзіне тиесілі құрылғымен зарядтау керек. Алтыншы кеңес, батареяны сақтау ережесін ұстаныңыз. Литий негізіндегі батареялар тіпті қолданылмаса да ескіріп сыйымдылығын жоғалтады. Сондықтан болашақта қосалқы батареяларды сатып алудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл сондай-ақ қолданылмай тұрған гаджеттерге де қатысты. Ал олардың батареялары мүмкіндігінше аз тосын десеңіз, арнайы сақтау ережелерін сақтау керек. Атап айтқанда, пайдаланылмаған гаджеттер мен жекелеген батареяларда жоқ дегенде 25% заряд болуы керек. Дұрысы 40-50% деңгейінде.
мұнда телефон 1 жыл бұрын қолданылмаса да оның сыйымдылығы бірнеше пайызға ғана азаяды. Бірақ егер аккумулятор 100%-ға зарядталған болса, жоғалту 3-4 есеге, әсіресе жоғарғы температура кезінде жоғарылауы мүмкін. Олай болса, телефоныңыз сізге ұзақ қызмет жасасын десеңіз, жоғарыда айтылып кеткен кеңестердің бәрін мұқият ұстаныңыздар. Каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.